Наурыз береке бірліктің, кеңдіктің, жақсы тілеудің мерекесі. Наурыз мейірім мен молшылықтың, ырыс пен ынтымақтың мейрамы. Наурыз күн мен түннің теңеліп, табиғаттың ерекше бір түрге бөленіп жаңаратын кезі. Ұлыстың ұлы күніне орай қала мектептерінің бірінде ұлттық құндылықтарды дәріптейтін көрме ұйымдастырылды. Қайырлы таң қазақ елі. 22 наурыз мерекесіне орай біздің мектебімізде үлкен ауқымды көрме ұйымдастырылды. Бұл көрме бізде бірнеше бағытта жүреді. Мына бағытта бізде қазақтың ұлттық қолданбалы өнерлері ұсынылған. Бұл жерде ағаш бұйымдары жинақталған. Астау, кеселер, жаңағы қазақтың ежелден бері қолданып келе жатқан ұлттық бұйымдары жинақталған. Келесі бөлімде қазақтың тағы да бір қолданбалы өнерінің тамаша бір көріністері, қазақтың ұлттық жиһазы, киім-кешектері ұсынылған. Наурыз мерекесі бірлік пен үйлесімділікті, халықтың жақын ойларын және үміттерін бейнелейді. Наурыз мейрамын тойлаудың халық дәстүрі мен әдеп ғұрыптарында тарихи және әлеуметтік мәдени маңызы бар. Мына бөлімде қазақтың ұлттық киімдері ұсынылған. Бұл жерде шапан, бас киім, сәукеле, қазақтың ұлттық қыздарының киімдері көрсетілген. Бұл киімдердің барлығы қазақтың тамаша, керемет ұлттық қол өнерінің бір көрінісі ретінде ұсынылған. Бұл көрмені жалпы жасауға, бұны жинақтауға мектептің оқушылары мен ұстаздары атсалысты. Аталмыш көрме наурыз тойының табиғатын, шығу төркінін, мазмұны мен мәнін, халықтың мәдени-рухани өміріндегі орнын баяндап, қазақ халқының салт дәстүрі, әдеп ғұрпы мен қол өнерін көпшілік қауымға насихаттайды. Бұл бөлікте қазақтың ұлттық тағы да қол өнерінің көрінісі құрақ көрпе ұсынылған. Байқағандарыңыздай, бұл жердегі ою-өрнектің барлығы ұлттық нақышта және ежелден бері келе жатқан қошқар мүйіз ою-өрнегімен көмкерілген. Наурыз тек табиғаттың оянуы мен жаңаруы ғана емес, сондай-ақ мейірімділікке ұмтылу үшін өткенге деген көзқарастар мен құрметке қайта оралу. Бұл бөлімде қазақтың ұлттық аспаптары ұсынылған. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші. Бұл жерде домбыраның бірнеше түрлері ұсынылған. Сонымен қоса қазақтың ұлттық аспаптарының бірі жетіген, қобыз, дауылпаз ұсынылған. Наурыз тілек достық көңіл мен тілектестіктің, адамгершіліктің белгісі. Әр адам өзіне, отбасына немесе жақын туған туысқандары мен достарына ұлыстың ұлы күнімен құттықтап жақсы тілек тілейді. Бір-бірінің үйіне кіріп дәм татады. Ал ұлттық мереке қарсаңында ұйымдастырылып жатқан мұндай шаралар ұлт руханиятын байыту өз үлесін қосады. Көрмеміздің соңғы бөлігінде тағы да қазақтың ұлттық ыдыстары ұсынылған, самаурын қойылған, ағаш бұйымдардан жасалған ыдыстар қойылған, сандық, ертұрман, келсап қойылған, кебеже қойылған. Көрменің қойылу себебі оқушыларымызды, келешек ұрпақты, өзіміздің салт дәстүрімізді, ұмыт болып бара жатқан көптеген тамаша, керемет салт дәстүріміз бен қол өнерімізді дәріптеу мақсатында қойылды. Жылына бір рет қана емес, біздің мектеп мұражайында осы көрме жыл бойы жұмыс істеп тұрады. Ал осы мерекеге орай бұл көрмені мектептің дәлізіне шығаруды ұйғарған болатынбыз. Бұл күні аталмыш шара аясында арнайы ұйымдастырылған мерекелік көрме мен ұлттық тағамдар қойылған дастарханда мәдени шараны ажарландыра түсті.